жұмысымыз мынау шөпті орайтын 220 мен істейтін двигатель трехфазный. Так, маркасы 1,5 киловаттық 380 деп тұр, 220 1395 оборот дейді. Так, бұл біз бұның жаңағы шөп қатты айланбайды, жай айналады, обороты жоқ деп тұр. Енді біз қазір бұның мына үш орамын тексереміз. Так, бұның жалғауы міне көріп тұрсыздар. Жұлдызша деп жалғанған. Бұлар негізі үш бұрыш жұлдызша болып екі түрде жалғанады. Бұлардың орамдары негізгі мына двигателімізде міне жұлдызша болып тұр. Белгісі. Так, бізде жаңағы схемада жұлдызша дегеніміз схема бойынша мынау үш бұрыштың схемасы, жалғамасы мынандай болып, обозначение осындай болып келеді. Мына нелерді, орамдарды осылай көрсетіледі. Қазір енді бізде мына үш сымымыздың бір-біріне тексеретін болсақ, бұлар бір-біріне тұйықталу көрсетеді. Неге десеңіз, міне үшеуінің басы орамды тұйықталу бұл. Орамдар бір-біріне тұйықталу оралған бұлар. Сондықтан бұл жұлдызша болып айтылады бұл. Так, енді осыны қазір бір-біріне көргенде тұйықталу шығару керек и корпуспен тексереміз. Оны так, мына мегаметрмен тексереміз. Бұл мегаметр жаңағы осы орамның қысқа тұйықталу изоляциясын тексереміз. Орамның кедергісін тексереміз. Так, бірінші неге қоямыз? Біреуін орамға, біреуін денесіне қоямыз. Мегаметрмен жұмыс істеген кезде мегаметр түзу тұру керек. Және бұны минутына 120 рет айландыруымыз керек. Bir қалыпты. Резко айландыруға болмайды бірден. Айландыру обороты бір қалыпты болу керек. Так, бізде мені көрсетіп тұрсыздар. Бұл 0-ді көрсетіп тұр. Шкаламыз. Значит, бұл орам денесіне беріп тұр деген сөз. Бұл денесіне бермеу керек. Денесіне көрсетіп тексерген кезде 200 Ом, 300 Ом, 150 Ом көрсету керек. 400 Ом мегаметрмен тексерген кезде. Так, екінші жиласын тексереміз бұны. Сіздерге түсінікті болу үшін бұлай көрсетейін мен. Так, қойып алайын. Бізде қазір бұл жалпы бұл түзу тұру керек негізі. Бүйтіп қиысып не қылса да жаңағы несі дұрыс болмайды. Мен көрдіңіздер ғой, шкала ортада тұр. Бізде бұл қысқа тұйықталу. 0-ге қарай құлап жатыр. Мынаның орамның изоляциясы кетіп қалған. Бұл жарамайды деген сөз двигатель. Үшіншісіне қойсақ та сондай болады. Үшінші орамның екінеге қойыппын ғой мен. Екінші орамды былай көреміз тағы да. Бұнымызда қысқа тұйықталу көрсетіп тұр. Так, екінші бір тексеру жолдары. Так, бұл мына жерде тұрсын. Так, мультиметрмен тексереміз. Так, мультиметрді омға қоямыз. Енді мынау біздікі қазір өзі автоматикалық мегомға дейін өтіп кете береді. Сондықтан біз бұны мегомға қоямыз. Омға қоямыз, өзі өте береді. Егерде простой не болатын болса, 200 киломнан жоғары қарай 20 ом бар. Сондай нелерге секіртіп қоя бересіз простойларда. Міне, бұны тексергенімізде, бұны корпусын тексеретініміз.
Корпусын тексергенде бұл көрдіңіздер ғой, мына тұрақтамай әртүрлі нәрсе секіріп көрсетіп цифрлар. Так, бұл қазір бізде 6-37 килоом деп тұр. Уже бұның несі дұрыс емес деген сөз. Так, екінші орамды көреміз корпуспен бұнда. Бұл 8-де 2 не көрсетіп тұр, килоом деп тұр. Бұл да дұрыс емес негізі. Мультиметрмен тексерген жағдайда бұлар бұнаның несін көрсете алмайды. Толық несін көрсете алмайды. Қысқа тұйықтауында, егер де толығында өтен короткий болған жағдайда бұл анық көрсете алады. Ал мегометріміз сыртқы изоляциясын енді мынаның причинасы үлкен оборот алмау. Орамдардың сыртқы қатты қызып ем алып кетіп қалған, изоляциясы кеткен. Сондықтан бұл толық жұмыс істей алмайды. Енді бұл двигательді толық ауыстырылады.